Жалпы қазір қоғамда өте көп белең алып тұрған нәрсе, ол мына жастардың көп жағдайда әйел адамның не істемеуі, бала көтере алмау. Бала көтеру бақытына ие болмау. Яғни көп адамдар келіп жатады, тіпті бүкіл жағынан еміміз бар дейді. Сондай жағдайларды да кездестірдік. Барған, жаңа дәрігерге барған, қыз да аман сау, ұл бала да аман сау. Бірақ не? Алла тағала бала бермей жатыр. Алла тағала Құранда айтты: біреуге ұл берем, біреуге қыз берем, біреуге екеуін де берем, біреуге бермей де қою мүмкін Алла тағала. Ол да бар. Бірақ десе дағы біздің үмітіміз ешқашан үзілмейді. Ла тақнату мин рахматилла. Алла тағаланың бұйрығы ешқашанда Алланың мейірімділігінен үміт үзуге болмайды. Алланың мейірімділігінен үміт үзетін адамдар ол Құдайға сенбейтін адамдар. Түсініп отырсыздар ғой, иншалла. Енді біреулерде шынымен де кішігірім денсаулық жағынан да не болып тұрады? Зақымдар болып тұрады. Бірақ олар да Құдайдан сұрау керек. Себебі барлығын беретін, шешетін Құдай. Біз қаншама рет айтамыз. Мысалға, үлкен зәулім үй сатып алсаң, ішіне берекені беретін Құдай. Мысалға, қаншама қымбат дәрілерді сатып алсап, ішіп атсаң, шипасын беретін Құдай. Тәтті тағам сатып алсаң, тәбетті, аппетитті беретін Құдай. Жұмсақ жастық көрпе сатып алсаң, тәтті ұйқыны сыйлайтын Құдай. Қаншама біз адамдарды білеміз, үлкен үйі бар, ішінде ұрыс-қырыс береке жоқ. Қаншама мысалға дәрі ішет, өмір бақи дәрі ішіп жүр, бірақ шипа жоқ. Жұмсақ жастық көрпесі бар, үлкен, сатып алған. Бірақ не ұйқысы түзу емес, жүрегі толы уайым. Не ұйқы жоқ, біреу тәтті тағам тұрса да, оны жейтін тәбеті жоқ та. Сондай уақыт. Сол себепті Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Ва илаллахи ақибатул умур». Әрбір істің соңы Аллаға тиесілі. Сол себеп не істеу керек? Аллаға тапсыру керек. Аллаға тәуекел қылу керек. Баланы беретін Құдай. Бұл бірінші. Екіншіден айта тұрған нәрсе, Алла тағала Құран кәрімде біраз дұғаларды алып келеді. Бірақ соның ішінде кеңес ретінде мен бірақ дұғаны айтам. Бүкіл ғалымдарымыз негізі бала көтеру үшін, қыз бала болсын, ер адам болсын, осы дұғаны айтуға кеңес береді екеуіне де. Бұл қандай дұға? Бұл Әнбия сүресінің 89-шы аятында келетін Закария алейхиссаламға қатысты дейді. Ол не деді? Баласы болмай жатқан кезінде, қартайған шағында Раббысынан дұға тілейді. Не деп? Рабби, ла тазаруни фардан, ва анта хойрул варифин. Я Раббым, мені жалғыз қалдыра көрме, сен ең жақсы мирас қалдырушысың дейді. Мені жалғыз қалдырма дейді. Ең жақсы мирас қалдыратын сенсің, яғни маған ұрпақ бер дейді. Алла тағала осы оның дұғасынан кейін келесі аятта не дейді? Осы дұғасынан кейін, осы сұрағанынан кейін біз оны Яхия есімді баламен сүйіншіледік дейді. Яғни тіпті бір қазір заманымыздағы бір ғалым осы сұраққа жауап беріп, осы дұғаны айтсын дейді. Қалай дейді? Нәпіл намаздар бар, бізде оқитын духа намазы дейді, тахаджуд намазы дейді, тағы да босқа қажет намазы деген бар. Осы намаздарды 2 ракағат оқып, сәждеде жатып 40 рет айтсын дейді. Әрбір сәждесінде 40 реттен айтсын дейді. Неге 40 деген кезде? Ғалымдарымыз ислам дініндегі 40 деген санның ерекше орнын алып келеді. Жалпы көп хикметтер бар. Пайғамбарымызға 40 жасында пайғамбарлықтың келуі, тағы да көптеген аяттарды алып келеді ғалымдарымыз. Сол себепті 40 рет айтып, сондай нәпіл намаздарыңызда осы дұғаны айтыңыздар, және де иншалла амалын жасаңыздар, Алла тағала иншалла береді. Мынау бір ұстаз болған еді. Мен сол ұстазбен кездескен кезде, ол кісі мені өзінің ұстазымен таныстырды. Кейін ұстазы кетіп қалғаннан кейін мана кісі айтады: Елдос дейді, мынау менің ұстазым дейді. Ол сондай адам Құдайдан бірдеңкені сұрайды дейді.
оны алмайынша дейді, ол не істейді, артқа тайынбайды дейді. Сосын мен ол қалай деді. Сөйтсе ол кісі айтады, бұл кісі Алла тағала бұған 7 жыл бала бермеген дейді. 7 жыл бойы бала сүймеген. Кейін 7 жыл бойы бір күнді қаза етпей қажет намазын оқыды дейді. Қажет намаз деген 2 ракат оқисың, кейін өзінің жаңағы дұғасы бар, сүннетте келетін, соны не істейсің? Сол дұғаны тілейсің да, өзінің қажетіңді сұрайсың. Сенің қажетің не? Бала шаға мысалы. Соны өзің сұрайсың, я Раббым, бала шаға емес. 7 жыл бойы бір күнді қаза етпей сұраған 4 баласы бар дейді қазір. Қаншама жамағаттан да кісілер бар. Мен бір кісіні білетін едім, 10 жыл бойы бала болмаған. Бірақ 10 жылдан кейін бала сүйді. Бірақ не істеу керек? Шынымен де емделу керек. Бұл жерде шынымен де көп еңбек қылу керек. Ер адамға да, әйел адамға да бала көтеру. Қазіргі таңда біздің ішіп жүрген тамағымызда химия, өзі адамдарда денсаулықтарына жеңіл, желпі қарап жүрген уақытта кейін не істеп жатыр? Көп адамдар соны зиянын шегіп, зардабын шегіп, жаңағындай іс әрекеттерін жасап жатады. Сол іс әрекеттерінде дұрыс, шынайы болып, оны Алладан сұрау керек. Сол кезде Алла тағала иншалла бала шағаны береді.